Мықты болсаң елге келмейсің ба дейсің. Біз елде болдық қой, күрестік қой. Басымызды тауға тұрдық, тасқа да ұрдық. Тау келсе сүздік, тас келсе шайнадық. Қытайыңмен де алыстық, қытайшылыңмен де алыстық, кембіңмен де алыстық, түйтішкаңмен де алыстық. Бүкіл бір империяның, екінші оның құлы болған Назарбаевтың жүйесінің бүкіл ұлттық қауіпсіздігімен алыстық. Қара, сотыңда да болдық. 19 жылы бір сот, бір қылмысты іс, 20 жылы екі қылмысты іс, 19 жылы бір әкімшілік іс, 20 жылы бір әкімшілік іс. Есептей бер. 30-ға жуық сот ашылды. Ең соңғы сот 2021-дің 20 желтоқсанында болды. Біз ішпеген у бар ма? Біз басымызды тықпаған тақырып бар ма? Жабылмаған жала бар ма? Қазақстанның анау билікшіл мемлекетшіл сайты анау бір қурай қатын, жезөкше қатынның, салдақының өсегін жазып, 30 сайты жазып шығыпты. Түкіргенім бар. Маған десең дамбалдарың асылып өліңдер, айтқаным айтқан, істегенім істеген. Енді міне Америкада қазақ билігінің қылмысын бүкіл батысқа жеткізіп отырмыз. Мықты болсаң елге кел дейсің. Бұны айтатындар биліктің түйтішкалары. Елде болды. Арон Атабек түрмеге отырды. Не істедің? Құтқардың ба? Арон Атабекті алып шығып, Кеңдеу түрмеге алып шықты. Түйтішкалармен қамап, докторға да көрсетпей өлтірді. Не істедің? Құтқардың ба? Дулат Ағаділді өлтірді. Не істедің? Елдің ішінде. Құтқар алдың ба? Дулат Ағаділдің ұлын өлтірді. Не істедің? Құтқар алдың ба? Кеше ұлтшыл азаматтарды 5 жылдан 10 жылдан соттады. Не істедің? Құтқар алдың ба? Енді атаңның басына елге кел дейсің ба? Елге барайын. Бас салып қамап өлтіріп тастасын. Жылап сықтап бауырмай, қасқайып тұрысың ай, арысымай, қасқайып тұрысың ай деп өлең айтасың. Басқа не істейсің? Тепкілеп тұрып жерге көмесің тереңдеп тұрып. Оданша менің Америка, Еуропаға дабылға қазақ билігінің қылмысын жеткізіп, сенің жетпейтін үніңді жеткізгенім әлде қайда қайырлы емес па? Сен сасық көрпіңде жатырсың, басыңды шығара алмай, қатыныңның көйлегінің астында тығылып отырсың. Сондықтан мықты болсаң елге келмейсің ба дейді. Елдің ішінде жүр ғой айғайлап не бір азамат. Қайсына ердің? Қайсының қасына бардың? Қайсына ой көмек, қол көмек бердің? Қайсына мал көмек бердің? Бере алмайсың. Ендеше жақсы өмірді аңсама. Не? Назарбаевтан басқа құдай жоқ. Тоңқайып оның елшісі деп, Назарбаев Тоқаевтың әулетіне құлшылық жасап, құлы боласың 30 жыл. Не? Еркекше тұрасың орныңнан. Адам құсап тұрасың. Еркекше деп қана емес, адамша дейікші. Не мал құсап өмір сүресің, не адам құсап күресесің. Басқа орның жоқ.